қалмады. Неше тараудан ішінде бөлімдер қанша? 3 бөлімнен 24 ішінде бөлімдер бар, иә? Кейіпкерлер өте көп қой, иә? Енді бөлімдер бар. Осы неге осыны жазды? Тез жазбайды. Ана күн саты әңгіме. Ана деген қойды. Тез қаңқаларына тез. Onun Türkçe'de ya. Ең алғаш массажға берейін деп жатқан уақытта, ұлпаны массажға берейін деп жатқан уақытта массаж қалмады. Қояды, иә? Бие береді, Сонды бие береді, бірақ соны елге тұрмысқа жібереді, өтей алмай қалады, иә? Осы дәстүр әлі де өзекті дейді, жақсы, қалың мал. Келесі, Бұтырабай, жақсы, ағарай. Сонымен қатар, бұл романда Есеней батырдың өмірінде маңызды рөл атқарған кейіпкерлердің бірі бұл Артықбай батыр. Артықбай бұл Ұлпанның әкесі, ол Есенейді бір рет намыс өлімінен сақтап, екінші рет өлімнің өзінен құтқарған болатын. Мәселен, Кенесары ханға қарсы соғыста өлім аузында жатқан Есенейге қол созып жеңіске жетуге зор үлесін қосқан сол болатын. Және сол мезетте ол аяғына оқ тигендіктен күрделі жарақаттар салдарынан ол шойылған шойнақ болып 15 жылға дейін екі аяғы сау болып қалды. Сондықтан да менің ойымша Артықбай батыр өзіндік батылдығымен, қайсарлығымен және Есенейге деген адалдығымен және оның өмір бойы ең жақын серігі болуымен ең негізгі кейіпкерлер арасында ерекше орын. Оның жұбайы болған екен Артықбай. Несібелі болған, яғни Ұлпанның анасы кім екен? Несібелі, жақсы. Арба алған кезде осы көрімдік сұрайды. Ал екіншісі бата беру, бұл Бақберді ата осы Есеней мен Ұлпанға өзінің батасын береді. Бұл салт дәстүрі қазіргі таңға дейін әлі де өз орны бар. Жақсы, ағарай. Бұл келін түсіру дәстүрі. Ол деген Ұлпан Есенейге елі сипатқа келіп, оның бетін шымылдықпен салған. Жақсы, ағарай. Келесі. Несібелі Ұлпанның анасы. Несібелі Ұлпанның анасы. Сұлу сүйкімді кісі. Ұлпанға керемет тәрбие беріп, жақсылыққа үйреткен. Ұлпан өз анасынан алмай өскен. Ұлпанның өте қамқор әрі мейірімді болып өсуіне қалыптасуына зор үлес қосқан. Жақсы, тездетейік. Есеней ол Шығыс Қазақстан тұсындағы беделді билердің бірі, және беделді әке би болған. Есенейге айта кетер бір жайт, Есеней соғыстың бірінші басының кезесі басынан дейін шауып, жас әскерлерге, жауынгерлерге күш рух беріп, оларды қолдап жүрген. Және Есеней өзі діндар адам болған, бірақ кезінде 31 би болған. Оларды би болған. Сонымен қандай сөз? Өлемасы ақтан Иван Есеней мен Ұлпан арасындағы алғашқы сөйлескен кезінде арамыз 40 жас қой деп Ұлпан сұрақ қойғанда Есеней етпеді, ертең өзің 40-қа келген кезде Сибан елінің Есенейі өзің боласың деп айтады. Ой, Сибан елінің Есенейі. Тездетіп. Сөзіңді оқи қой, айтады. Иә? Өз тамырының өзі балта шауып, өз жағыра, өз жуанша, отырағылыздағы сөзі. Иә, кімге айтылған? Есіңде жоқ па? Айжан, кімге айтылған? Меніңше Есенейдің інісіне айтылған. Мелхан? Жалғыз тұяқ дейді балалар, иә? Дұрыс па? Тұяқ, енді жалғыз өзі бір отбасынан қалған. Әрі қарай келесі. Тозаңның тозағына Су дейді, ұмытып кетті, иә? Қарапайым болса да ол өте маңызды. Бұл Есенейдің Ұлпанға құда түсуі. Жақсы, балалар, рахмет. Тез бағалап жүрейін. Мына топтан кімде? Сендер бірінші топты бағалайсыңдар. Тез, кімді бағалайсың? Тез жүгіріп, тағдар, сен бағалаулар бар ма тағдар? Тез, Ислам, я там делаю. Тез, Ақылбек бар? Ақылбек деген тездетіп, тағдар бар ма? Сауатты романды толық түсіндіреді. Жақсы, сендер кімді марапаттайсыңдар? Тез қалай байдырады бағалаймын, себебі ол өзі ойынға жеткізеді және де аргументтерді дұрыс жеткізеді. Дұрыс, тағы екінші топта кімді бағалайсыңдар? Иә, әшер сіз. Жақсы, тездетіп. Осы үшінші топтан Бауыржанның реально өте. Біле беріңіз.
ол ойын анық білдіре алады. Кімді айтады? Ғалымжан. Жақсы, сен